Дәу Nexia автокөлігі дығы қойып жатырмыз. Күндізгі жарық шамдары. Мына фарды ішін ашып, мынаны ішіне салдық, ледті. Мына жағында солай қалдық. Енді бұл қалай жалғанатынын көрсетейін сендерге. Через реле жалғадық бұны. Через замокты қосқан кезде автоматты түрде жанатын болады. Фотопарникті қосқан кезде дығы сөніп қалатын болады. Қазір мен жалғап қойдым, қазір жағып көрсетейін. Қазір замокты қосамыз. Замок қосылды. Зажигание. Міне күндізгі жарық шамдарымыз жанды, міне лед. Көзді алып тұр жарығы деген. Міне әдемі болып жанып тұр. Енді қазір осыны фотопарник қосамыз. Фотопарник қосқан кезде сөну керек. Міне бір бұрадық. Дығы сөну керек. О, міне фотопарнигіміз жанды. Дығы сөнді. Енді бұның қалай жалғағанын айтып кетейін. Қазір міне мына жерде 4 құлақты реле бәрі жазылып тұрады мұнда. Мына 30 деген цифрға аккумулятордан плюс алып келіп жалғаймыз. Міне жалғанды. 87-ді массаға береміз. 85-ті жаңағы дихонымыздың плюсіне береміз. 86-мызды массаға береміз. Осылай өздерің оп-оңай жасап алсаңдар болады. Автоэлектриктің көмегіне жүгінбей-ақ өзің жасап жалғап алсаңдар болады. Аз да болса көмегім тиіп жатса рахметтеріңді айтарсыңдар. Мына ютубтан қарасаңдар бәрі орысша тілде. Орыс тілінде осыны қазақша қылып, қазақша түсіріп жатқаным аз да болса көптей көрерсіңдер. Білмегендеріңді осылай ютубтан қарарсыңдар. Осындай қазақша контенттер көбейе берсін. Ал сәттілік істеріңе.